Мылқау мүлдем сөйлей алмайды. Бірақ тек қана Құран аяттарын ғана оқи алады десем сенесіз бе? Мүмкін емес сияқты. Бұл жігіттің есімі Абдулкарим. Ол 3 жасында ата-анасымен көлікте келе жатып, көлік апатына ұшырайды. Өкінішке орай көлік апатынан Абдулкаримнің ата-анасы қайтыс болады. Алланың қалауымен Абдулкарим аман қалады. Апаттың салдарынан 3 жасар Абдулкарим сөйлеу мүмкіндігінен айырылады. يفتح المصحف آه آه وهو نايم. آه 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 إيه أخي جاب. Бірде Абдулкарим түсінде аппақ киінген кісі келіп, қасиетті Құран кәрімді оқуға бұйырады. Ұйқысынан ояна сала Абдулкарим Құран аяттарын оқуға кіріседі. Алланың құдіреті, сөйлеу мүмкіндігінен айырылған жігіт Құран аяттарын анық оқи бастайды. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Сөйлеу мүмкіндігінен айырса да, Құран аяттарын оқу мүмкіндігінен айырмаған бұл тағдырдың жазғанына Абдулкарим разы екенін айтады.